Қазақстандық газ үшін жаңа экспорттық бағдар ашылды. Ақыртөбе компрессорлық сығымдау станциясының тұсауы кесіліп, енді еліміздің көгілдір отыны Қытайға экспортталады. Сонымен қатар осы станция арқылы жақында ғана пайдалануға берілген Қашаған кен орнында өндірілетін газ да айдалуы мүмкін. Армысыздар. Эфирде транспорт және логистика, менің есімім Ғалымжан Кеңшілік. Бүгін қазақстандық газдың экспорттық бағдары туралы айтатын боламыз. Қазақстан қомақты көлемдегі мұнай және газ қорына ие екені баршаға мәлім. Газ тасымалдау үшін елімізде негізінен құбырлар желісі пайдаланылады. Мұнай-газ құбырларының басым бөлігі еліміздің батыс аумағында орналасқан. Ел аумағымен қазіргі таңда 10 газ тасымалдау құбыры өтеді. Жалпы ұзындығы 19.000 километр. Одан бөлек тағы 35.000 таратушы, үлестіруші құбырлар. Аталмыш күрделі үлкен жүйе ел тұрғындарының баспаналарын жылумен қамтамасыз етіп, оның үстіне асханада тағам әзірлеуге мүмкіндік беріп отыр. Жақын болашақта табиғи газға жауапты ұлттық оператор көгілдір отынды еліміздің барлық бұрышына жеткізуді жоспарлап отыр. Қазақстанда өндірілген газдың негізгі бөлігін өз елімізде пайдалансақ, тағы бір бөлігі көршілес жатқан Ресей Федерациясына экспортталуда. Ал енді қазақстандық газдың экспортты бағдары тағы бір бағытпен толықты. Нақтырақ айтсақ, елімізде өндірілетін газды енді Қытайға жеткізе аламыз. Бұл мүмкіндік бірінші кезекте Ақыртөбе сығымдау компрессорлық станциясының ашылуының арқасында. Жаңа станция ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойының қарсаңында тапсырылды. Аталған нысан газдың қысымын жоғарылатып, Қытай Халық Республикасының газ тасымалдайтын құбыр желісіне жібереді. Біз осы сығымдау компрессорлық станция арқылы магистральдық құбыр Бұхара, Газды ауданы, Ташкент, Бишкек, Алматы, сол құбыр арқылы Қазақстан-Қытай магистралдық газ құбырына газ экспорттаймыз. Осы станцияның орнатылған себебі де сол үшін. Бұл жерде екі агрегат орнатылған, қуаттылығы 16 мегаваттан, өткізгіштігі 316 мың текше метр газ бір агрегаттың. Сол арқылы сол бізге бірнеше мәселені шешеді. Біріншіден Қытайға газ экспорттаймыз, өз Қазақстанның. Екінші Алматы және Алматы облысының тұрғындарына газмен қамтамасыз етеміз. Үшіншіден жаңа жұмыс орындары ашылды. Ақыртөбе сығымдау компрессорлық станциясы маңында Қазтрансгаз аман келді. Жарқұм кен орындарында және Батыс Сұлтанқұдық құрылымында барлау және бұрғылау жұмыстарын күшейтілген түрде жүргізуде. Бұл шаралар ұлттық операторға табиғи газ және газ конденсатының өндіріс көлемін еселеуге мүмкіндік береді. Жалпы аталған нысандар орналасқан Жамбыл облысында қазіргі таңда жергілікті тұрғындарға газ жеткізу мәселесі бұрынғыдай өзекті емес. Газ мәселесіне келетін болсақ, Жамбыл облысында 377 елді мекеннің 158 елді мекендерінде толығымен газ берілді. Қазақстан-Қытай маңызды газ тасымалдау дәлізін ұсына отырып, еліміз заманауи компрессорлық станцияларды, соңғы үлгідегі газ айдайтын агрегаттарды салу және басқа да маңызды технологияларды енгізу есебінен өзінің транзиттік әлеуетін барынша пайдаланып отыр. Осылайша елімізде бүкіл газ инфрақұрылымын жақсартуға мүмкіндік туды. 19.000 километрлік қазақстандық магистральдық газ құбырларының бойында 50-ден астам компрессорлық станция жұмыс істейді және 300-ден астам газ айдайтын агрегаттар орнатылған. Егер өңір бойынша көршілерде көбінесе мұраға қалған және мерзімді косметикалық жөндеуден ғана өткен газ инфрақұрылымы жұмыс істесе, Қазақстанда газ саласы іс жүзінде толықтай қайта жүктелуден өтті. Бұл ретте атап өтерлігі салынып жатқан бүкіл инфрақұрылым газ тасымалдау әлеуетін ұзақ уақыт бойы еселеп ұлғайту мақсатымен заманауи технологиялық жабдықтармен жарақталған. Аталған жабдықтармен жаңа Ақыртөбе сығымдау компрессорлық станциясы да қамтамасыз етілген.
Қазір біз операторлық бөлмеде отырмыз. Бұл жерде мынау орнатылған дисплейларда қазіргі агрегаттың мынау жабдықтардың, негізгі қосалқы жабдықтардың қазіргі күйін көруге болады. Бұл жердегі мысалы кіріс қысымын, оның температурасын, шығыс қысымын, олардың барлықтарын бақылап отыруға болады. Осы жерден барлығын сыртқа шықпай-ақ, оны алыстан басқаруға болады. Кранды жабуға, ашуға, немесе агрегатты қосуға, сондай барлығын істеуге болады. Жалпы бір осы агрегат істеп тұрған кезде оны жылына 4-7 миллиард куб текше метр газды тасымалдаймыз деп отырмыз. Бірақ инженерлік сеттермен барлық кран байланыстарын қосқан кезде максималды түрде 6 миллиардқа дейін жеткіземіз деп отырмыз. Жалпы мынау газдың алыну ресурсы қазір МГ БГРТБ-дан келетін болса, ол келешекте біздің ресурстарымыз Қашаған, Жаңажол, Теңіз кен орындарынан алынады деп күтіліп отыр. Қазіргі таңда әлемдегі ең ұзын 3 магистральды газ құбырының екеуі Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің аумағы арқылы өтеді. Атап айтқанда Түркменстан, Қытай мен Орта Азия орталық газ құбыры. Олардың ұзындықтары сәйкесінше 7000 және 5000 километрді құрайды. Салыстыру үшін әлемде ең ұзын газ тасымалдау бағыты қытайлық батыс-шығыс газ құбырының ұзындығы 8704 километр. Халықаралық сарапшылардың мәлімдеуінше, Қазақстанның газ тасымалдау жүйесінің жай-күйі қазіргі таңда жоғары деңгейде. Сонымен қатар газ айдау көлемін жылына 120 миллиард текше метрге дейін ұлғайта алады. Қазіргі қуаттылық жылына 85 миллиард текше метрге дейін газ өткізуге қабілетті. Жалпы бұл жерде газ бізде Бұхара газды районынан Ташкент, Бішкек, Алматы құбыры арқылы сол жерден алынып, біздің агрегаттарға түсіп, ол агрегатта оның газдың қысымы үлкейтіліп, сонымен мынау Қазақстан, Қытай газ құбырына тасымалдаймыз. Біздегі жұмыс қысымы МГ БГРТБ-дағы ол 55 килограмм болып саналады, ал Қытайдікі 100 килограмм. Сол біз 55-тен 100-ге дейін қысымды көтеріп Қытайға қарай жібереміз. Ол жерде біздің шығысты есептейтін өзіміздің қондырғыларымыз бар. Сол қондырғылар арқылы Қытайдың газ құбырына түседі. Маңызды экономикалық тетік ретінде Орталық Азиядағы газ тасымалдау әлеуетін кеңейту еліміздегі басым бағыттардың біріне айналып отыр. Ішкі және сыртқы нарықтарға көмірсутектерді жеткізудің көп бағыттылығы қағидаттарын негізге ала отырып, Қазақстан Республикасы тауарлық газ транзиті мен оны экспорттық жеткізу жөніндегі барлық экономикалық қолайлы бағыттарын дамытуға ұмтылуда. Бұл ретте ел үшін іргелес елдермен келісілген энергетикалық саясатты жүргізу маңызды болып қала бермек. Өйткені транзиттік экспорттық бағыттар сол көрші мемлекеттердің аумақтары арқылы өтеді. Қазіргі уақытта бізде 2 агрегат соғылды, ол бірінші кезектегі құрылыс жұмыстары болатын. Енді келесі жылы 2017-те тағы бір агрегат қосады, сонда біздің қуаттылығымыз одан да артық болады. 3-ші агрегатты қосамыз. Ал қазірше 2 агрегат істеп тұр. Бұл тәуелсіздіктің қарсаңында 25 жылдығына арналған мерекеге орайластырылып ашылып отыр. Жалпы бұл газ орнында жұмыс істейтін жұмысшылардың Қазақстанның дамуына қосқан үлесі болып табылады. Орталық Азия елдері ішінен соңғы жылдары газ тасымалдау саласында жаңа технологияларды әртараптандыру, салу және енгізу жобалары Қазақстанда неғұрлым табысты іске асырылып жатқанын көрсетеді. Оған дәлел ретінде келесі айғақты келтіруге болады. Егер бірнеше жыл бұрын магистральдік газ құбырларының ұзындығы бойынша көшбасшылық Өзбекстанға тиесілі болса, бұл орынды бүгінгі таңда қазақстандық ұлттық газ операторы батыл түрде иемденіп отыр. Шетелдік сарапшылардың пікірінше, табиғи газ тасымалдау үшін ең ыңғайлы бағыттар Қазақстан аумағы арқылы өтеді. Мұны еліміз арқылы өтетін негізгі магистральдік газ құбырларының бағыттарынан ақ байқауға болады. Бұл фактор бірінші кезекте мемлекетіміздің қазіргі таңда әлемдік газ тасымалдау жүйесінде келешегі зор, маңызды ойыншы болып табылатынын көрсетеді.